Бұл сабақта кірістірілген циклдарды үйренеміз. Программалау тілдерінде кірістірілген циклдар деп бір цикл ішінде орналасқан бір немесе бірнеше циклдардың комбинациясын айтамыз. Ондай болса, кірістірілген циклдар арқылы келесі сандар нүктелер координатасын экранға шығарайық. Бұл жерде x және y координаталары берілген, яғни 0-де 0, 0-де 1, 0-де 2, 1-де 0, 1-де 1, 1-де 2 және 2-де 0, 2-де 1, 2-де 2 координаталары берілген. Бірінші сан x мәні, екінші сан y мәні деп қабылдауға болады. Енді осы сандарды экран бетіне шығару үшін бірінші біз сыртқы циклды жазып алайық. Ол үшін for циклы арқылы 0-ден 2-ге дейін сандарды шығаратын кішігірім код жазайық. For x in range 3, print x. Осы арқылы x координатасының мәнін жазып шықтық. Енді әрбір x мәніне қатар y координатасын да шығара алу үшін цикл ішіндегі тағы да бір цикл жазайық. Бұл ішкі цикл. Мәселен, ішкі циклде for y in range 3 деп жазайық. Ал print ішіне x және y координаталарын экран бетіне шығаруымыз керек. Ондай болса, run батырмасын басайық. Экран бетіне жаңағы көрсетілген мысалдағыдай x және y координаталары дұрыс шықты. Енді кодты асықпай түсініп көрейік. Ең бірінші x айнымалысы 0 мәнін қабылдайды. Содан кейін барып, ішкі цикл өзінің жұмысын бастайды. Яғни y мәні 0 болады. Содан кейін барып, экран бетіне 0-ден 0 мәні шығады. Яғни x 0 болды, y-ден 0 болды. Енді ішкі цикл өзінің жұмысын аяқтамайынша, біз сыртқы циклдың жұмысын жалғастыра алмаймыз. Яғни y өзінің мәнін 0-ден 2-ге шейін жалғастырып шығу керек. Ал ол кезде біздің сыртқы цикл айнымалысы x әлі де 0 болып тұрады. Яғни біз экранға 0-ден 0, 0-де 1 және де 0-де 2 мәндерін шығарамыз. Содан кейін барып, ішкі цикл өз жұмысын аяқтағаннан кейін ғана x-тің мәні 1-ге ауысады. Енді x-тің мәні 1 болып тұрған кезде, ішкі цикл, яғни y мәні қайтадан 0, 1, 2 мәндерімен ауысып шығады. Яғни экран бетіне қайтадан 1-ден 0, 1-де 1 және де 1-де 2 мәндері шығады. Ішкі цикл қайтадан өз жұмысын аяқтағаннан кейін ғана x мәні өзінің мәнін өзгертеді. Яғни бізде 1 етін x, енді қазір x 2-ге ауысты. Қайтадан ішкі циклға кіреміз. 2-де 0, 2-де 1 және де 2-де 2 экран бетіне шығады. Осылайша біз кірістірілген циклдардың жұмыстарын бақылай аламыз.